Қазір Байбридж көпірімен өтеміз. Ұзын көпір. Керемет көрініс болады. Маған каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдап жіберсеңіздер жақсы болады негізінде. Қазір мен әлі ұйқым келе жатыр деген жаңа жалғастырып жатырмын. Сол күшті настроениемен жүрген кезде жақсы видеолар шығарам. Прикольный бір күшті қылып. Қазір өзім жұмыстан шаршап үйге келе жатырмын. Қандай жерде жұмыс жасайтынымды, қандай жұмыс жасайды осында, соның барлығын көрсететін болам. Сан-Франциско қаласы. Сан-Франциско қаласында енді Веном деген кино түсірілген. Атақты фильмдер көп енді. Оппенхеймер бар, сосын Веном, Шанг-Чи деген фильм түсірілген. Енді бұл қалада қытайлар көп енді. Қытайлар бар. Қытайлар көп. Сондықтан да басқа не айтам? Бұл қаланың да жақсы жерлері бар, бірақ машинаның терезесін шақып кететін сондай бір несі бар енді, кемшілігі бар. Барлығы сұрайды, осы Сан-Францискода машинаның терезесін шақып кете ма деп. Әлі бар екен. Сол бұрыннан жүрген адамдардың барлығы. Сол шақып кетеді бұл жақта. Сол каналға тіркеліп қойыңдар. Трафик бізде. Кептелістің уақыты сол. Даунтауны көрініп тұр екен. Не айтып, не қойып атқан білмеймін, жалпы енді. Айтып атырмын барынша. Білгенімді, білмегенімді айтпаймын сірә. Сан-Франциско деген алдында қазақшасын сұрағам, қалай қазақшасы деп. Сол Сан-Францисконың қазақшасы ұлы француз баласы деген ба, сондай. Француз ұлы деген қойшы. Ұлы француз ұлы деген мағынаны береді екен Сан-Франциско деген. Қазақстанда осындай көпір болса, егерде әдемі болды. Атырауға мына Атырау или неге салса жаңа